Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте жасалу жолы оңай зефир дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге осы таза ыдысқа жуынған ақуызын салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлеуіміз қажет. Бұл жерде бізде қантымыз міндетті түрде еріп кету керек. Осылай мінекей қою болғанға дейін жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін шетке қарай қоя тұрамыз. Осы кезде біз сотейникке кез келген жемістің пюресін үстіне қантты және де агар-агарды салып, жасап тұрып барын араластырамыз. Агар-агарды міндетті түрде кондитерлік дүкеннен алыңыздар, оның күші көбірек болады. Бұл жерде пюре, кез келген пюрені қолдансаңыздар болады. Менде апельсиннің пюресі. Міне кейін араластырып болғаннан кейін отқа қоямыз және бір қайнағанға күтеміз. Бір қайнағаннан кейін 4-5 минуттай ұстауларыңыз қажет. Енді бірден пештен алғаннан кейін осыны ақуыздың үстіне құятын боламыз. Және де құйған кезде пюрелеріңіз миксердің теміріне тиіп кетпесін. Абай болып, жай осылай шетінен құйып, жасап тұрып миксерлеуіміз қажет. Миксеріміз бен пюреміз екеуі бірігіп, жақсылап тұрып миксерлеуіміз қажет. Осының барлығын жақсылап миксерлеп болғаннан кейін бірден уақытты өткізбей кондитерлік қалтаға салып аламыз. Мен бұл жерде алдын ала дайындап қойдым, және де насадка менде открытая звезда. Енді бірден дайыста құйып болғаннан кейін бірден біз осылай пергамент қағаздың үстіне құйып шығамыз. Уақыт өткізіп алмаңыздар, өйткені бұл жерде агар-агардың күші көп болғандықтан бірден қатып жібереді. Сондықтан бірден осылай қалташаға қойғаннан кейін барлығын жақсылап осылай сығып аламыз. Қалауынша формасын кез келген өзіңіз форма берсеңіз болады. Мен барын осылай жасап шықтым. Апельсинді бұл жерде дәміне қарай, өздерінің вкустарыңызға қарай алсаңыздар болады. Дәмі, зефирдің дәмі сәл қышқылдау болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.